Қазақтың белгілі ақыны Шаңғытбаев Қуандық Төлегенұлы 1925 жылы 21 наурызда Ақтөбе облысы Қарабұтақ ауданында дүниеге келген. 1940-1943 жылы Қазмудың филология факультетінде оқыды. 1944-1955 жылдары Ақтөбе педагогикалық институтында кафедра меңгерушісі, Актюбинская правда газетінде тілші, әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі. Соғыстың соңғы жылдарында халық ақыны Нұрпейіс Байғаниннің әдеби хатшысы болды. 1955-1973 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің редакторы, Жұлдыз журналының бас редакторының орынбасары, бас редактор, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, Қазақфильм киностудиясы, сценарий репертуар алқасының бас редакторы, Мәдениет және тұрмыс журналының жауапты хатшысы, Қазақ радиосының әдеби хабар бөлімінің бас редакторы қызметін атқарды. 1974 жылдан Қазақстан жазушылар одағының кеңесшісі. Алғашқы кітабы Балақаевпен бірге 2-3 сыныптарға арналған қазақ тілі оқулығы. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің алғы сөзімен 1945 жылы Ар атты тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көрді. Ақынның бұдан кейін Аққу әні, өлеңдер, Арма республикам, лирика, Махаббат пен ғадауат кітаптары жарияланды. Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова ақын Сағи Жиенбаев туралы жүрек тебірентерлік тамаша өлеңдер жазды. Ол драматург ретінде де қалың жұртшылыққа белгілі. Бәйситовпен бірге Беу қыздар-ай, Ой жігіттер-ай, Құтырғаннан құтылған пьесаларын, Қожаняров пен Нұрғиса Тілендиевтің музыкасына Алтын таулар, Мұхамеджановтың музыкасына Айсұлу операларының либреттосын жазды. Ақынның көптеген өлеңдеріне ән шығарылған. Сыдық Мұхамеджановтың Тыныштық әлемге, Әйтеуір сол қыз бір сұлу, Тербеледі тыңдала, Уа жеңгелер, Есімде, тағы да басқа сазгерлердің біраз әндеріне жазған мәтіндері халық жадында. Ол Қарабұтақ шалқар, ырғыз, ойыл вальстері сөздерінің авторы. Классиктерді аударуда үлкен шеберлік, біліктілік, қисынды ойлар, білушілік байқатты. Александр Пушкиннің өлеңімен жазылған Евгений Онегин романы 1948 жылы қазақшаға аударғанда ол небәрі 23 жаста еді. Кейіннен оны қайта тәржімалады. Ол романның негізгі сюжеттік желісін сақтай отырып, қазақтың тұрмыс тіршілігіне, ақыл парасатына, түсінік талғамына лайықтап жеткізді. Аударма қай тілде әсер ықпал жасаса, сол елдің әдеби мұрасы болып кетеді. Мұндай дүниелерді ұлттық төл туынды деп есептеу керек. Омар Хайямның рубайларын, Хафиз, Бёрнс, Гөйне сияқты шығыс пен батыстың ұлы ақындарының шығармаларын аударып, жеке-жеке жинақ етіп шығарды. Пакистандық Файыз Ахмад Файыз, Вьетнам халқының көсемі әрі ақыны Хо Ши Мин, Иран ақыны Надир Пур, үнділік Али Сардар Джафари, татар Муса Джалил, өзбек Мартемир, армян ақыны Кучак, ұйғыр Физнет Абдулин өлеңдерін сенегалдық Леопольд Седар Сенгордың Чака драмалық дастанын аударды. Оның бұл саладағы елеулі еңбектерінің бірі Александр Сергеевич Пушкиннің Евгений Онегин романымен қатар Лермонтовтың көптеген өлеңдерін шырынын бұзбай қазақшалауы. Бұл аудармалары сөз өнерінің інжу маржанына айналды. Аудармаларының ең таңдаулары 1980 жылы жазушы баспасынан Жыр жаһаны деген атпен кітап болып жарияланды. Осындай күрделі шығарманы аудару үшін алдымен тарихшы, философ, әдебиетші болу керек. Осындай күрделі де қиын жұмысқа Қуандық аға жүрексінбей барып, көп уақытын арнады және ол өте сәтті де шықты. Қазақ ақынының бір міндеті бар. Өзінің өлеңін жазудан басқа ол өзі жақсы көретін ел қалаған ақындарды өзінің ана тіліне, қазақ тіліне аударып, қазақтарды сонымен таныстыру. Евгений Онегин соңғы аудармасында 1985 жылы көптің күткен үмітін ақтады. Ақын аға осы аудармасы үшін литературная газетаның арнаулы жүлдесін жеңіп алды. Қуандық саналы ғұмырын азапты да қиын өнерге арнаса да бұл өмір мағыналы да сәнді өтті. Поэзия айдынында талай талапты інілерін тәрбиелеп өсіре білді. Қуандық Шаңғытбаевтың да әдеби жолы кез келген көркем шығарманың ең алдымен идеялық мазмұнына жіті назар аударылатын кезеңде басталды. Солай жалғасты. Ал мемлекеттік машина 40-шы жылдары қандай тақырыптарда қадағалап отырғаны және белгілі. Рас, Қуан аға бәрібір көп жазған жоқ. Қазақы халықпен аз жазды, бірақ саз жазды деп жұбануға мәжбүрміз. Оның біз білетінде білмейтінде себептері көп. Мысалы жас кезінде ағамыз кейінгі жарасқан інісі тәрізді атақ жоқ менде, медаль жоқ менде, жоқ орден, 30-ға келдім, осыған қалай көнермін деп жұлқына сөйлей алмады. Әйтпесе Казгудың бірінші курсында оқып жүріп, ұстазы Мәулен Балақаевпен бірігіп қазақ тілі оқулығын жазған. 17 жасында Максим Горкийдің Қыз бен ажал поэмасын аударып, оның қолжазбасына Мұхтар Әуезовтен латын әріптерімен жазылған аса жақсы аударма. Мұхтар деген жазбаша баға алған Қуандық Шаңғытбаев қанша дүние ұсынса да көпті кетпес еді-ау.
Бәлкім бұл оқулықтың орнын шырайлы түпнұсқалардан кем түспейтін көрікті аудармалар толтырған шығар. Аға ретіндегі жеке үлгісі де арнаулы әңгімеге лайық. Халық шын ақындарын әрдайым бетке ұстап құрмет тұтқан. Ақындар қашанда елінің жоғыменен мұңын сөз маржанына тиек ете білген. Сонысымен олар ел есінде сақталып, тарих төрінде қала білген. Біздің Қуандық ағамыз да осындай санаулы да қадірлі ақындарымыздың бірі. Ақын 2002 жылы 19 ақпанда дүние салды. Мұзбалақ Мұқағали Мақатаевтың мына сөзімен бейнефильмді түйіндесек болады. Қазақ жырының маржаны, қазақ тілінің сенімді құлы, Қуандық ақын.